Өмірімізді жақсартамыз деп интернеттен әртүрлі блогерлерді қараймыз, подкасттарды тыңдаймыз, кейбір кәсіпкерлердің кеңестерін жазып алып жатамыз, және де міне ертеңнен бастап осыны орындаймын деп таңертең ерте тұрамыз, жаттығуымызды өзімізше жасаймыз, тамағымызды дұрыстай бастаймыз, 1, 2, 3 деп сол бір жазып алған, естіп алған кеңестерді өзіміздің халімізше орындай бастаймыз. Неше күнге жетті? 3 күнге бардыңыз ба, ең болмаса? Әрине, осы сөздердің, сол бір видеолардың көмегі бар, және де өте дұрыс әңгіме айтылады көбіне. Бірақ осындай бір халге жету үшін ең біріншіден сіз мына жермен жұмыс жасауыңыз керек. Мына жер. Осы жерді мына жерге қосу керек. Сонда ғана сіздің сол мақсаттарыңызды орындауға, дисциплинаға келуге энергия өзі келеді. Сол мына жер бен мына жер қосылғанда мақсатыңыз айқын болады. Сіздің мақсатыңыз айқын болғанда сіз түске дейін диванда жатқыңыз келмейтін болады. Энергияңыз сізді бір орында отырғызбайды. Бұл хақ. Сондықтан өзіңіздің мақсатыңызды айқындау үшін мен сияқты маманға хабарласу керек. Бұл әрине міндетті емес. 100% адамзаттың барлығы сол міндетті түрде психолог, трансформатор, коучқа барып, жолығып, ақшасын төлеп, содан кейін ғана өзінің бақытын табады деген ол да бір шектеу. Бірақ егер де саңдалып жүрсеңіз, бұл өте қысқа жол болады. Осындай психологияға, өз-өзіңізді зерттеуге арналған ақша, соған жойылған қаражат пен уақыт өміріңіздегі ең үлкен, ең басты инвестиция болады. Сіздің қазіргі проблема деп жүрген мәселеңізді қазіргі ой санаңызбен жеңу мүмкін емес. Қазіргі ой санаңыз осы бір жағдайға сізді алып келді ғой. Сондықтан дәл қазіргі жағдайыңыздан соның үстінен қарау арқылы ғана шыға аласыз. Бақылаушы болып үйренгенде ғана өміріңіз 180 градусқа өзгереді. Егер де мен сіздің жүрегіңізден орын алсам, маған жазыңыз жекеме. Бірақ менің консультациям ақша тұрады. Бұл менің энергиям, бұл менің тәжірибем, бұл менің ілімім.